Сіз кәсіпкерсіз. Сіздің жетістігіңіздің кепілі. Заңға бағыну және тауарларыңыз бен қызметтеріңіздің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ал сіздің заң талаптарын сақтауыңыз мемлекет тарапынан тексеріс арқылы бақыланады. Сізге тексеріспен келуі мүмкін. Кесте бойынша, тізім бойынша, қарсы тексеріс аясында, басқа субъектіні тексеру мақсатында, актіде көрсетілген мерзімде тексеру нысаны туралы ақпарат алу үшін немесе шағым бойынша. Бірақ анонимді шағым түскен жағдайда тексеріс жүргізілмейді. Тексерістер кесте және тізім бойынша 15 жұмыс күніне дейін, қалған жағдайларда 10 жұмыс күніне дейін, ал микрокәсіпкерлік субъектілер үшін 5 жұмыс күніне дейін созылады. Сіз тексерістен босатыласыз. Егер сіз шағын және микрокәсіпкерлік субъектісі болсаңыз, тіркелген күннен бастап 3 жылға. Егер сізде санитарлық, эпидемиологиялық және өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнама талаптарына сай, аудиторлық қорытынды болса 1 жылдан аспайтын мерзімге. Тексерістің кестелері мен тізімдері жылына 2 рет алдын ала жасалады. Сіз оларды Қазақстан Республикасы, Бас прокуратурасы, құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің сайтындағы СОБТ бірыңғай жүйесінен таба аласыз. Кесте бойынша тексеріс туралы сізге 30 күн бұрын хабарлау керек, ал басқа түрлерінде 1 тәулік бұрын жеке өзіне немесе өзге де байланыс құралдар арқылы ескертуі тиіс. Ыңғайлы болу үшін алдағы тексеру туралы хабарлайтын Қамқор мобильді қосымшасын пайдаланыңыз.